Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді коктейльдер дайындаймыз. Банан және құлпынай қосылған. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бізге керегі 2 орташа банан, кішкене құлпынай, балмұздақ және сүт қажет болады. Сүт міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болуы керек. Осындай блендерімізге бір бананымызды саламыз. Балмұздақ пен сүтіміздің жартысын ғана қосамыз, себебі біз 2 түрлі коктейль жасағандықтан тек жартысын ғана қосамыз. Осылай блендерімізді қосып, коктейль жасаймыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңыз қуана-қуана сіздерге рахметтерін айтатын болады, себебі бұл коктейльдер ресторанда өте қымбат тұрады. Сіздер үй жағдайында жасасаңыздар, әлде қайта арзан және тиімді болады. Міне біздің банан коктейліміз дайын болды. Енді екінші түрін жасаймыз. Ол құлпынай және банан қосылған. Егер бананды да құлпынайды да ұнатпайтын болсаңыздар, жай ғана коктейль, молочный коктейль деп айтады ғой, сондай жасайтын болсаңыздар, тек сүт пен балмұздақ қана қосасыздар, басқа ешнәрсе қоспайсыздар, тек осы 2 заттан ғана тұрады. Міне біздің екінші коктейліміз дайын болды. Банан мен құлпынай қосылған, өте дәмді болып шықты достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Сіздермен болған Ақбота. Келесі видеода кездескенше.